Табиғат біздің анамыз, біздің қоректендірушіміз. Біз оның әсемдігімен таңғалып, оның байлығымен ризықтанамыз. Алайда табиғаттың да өз заңдары бар. Ол бізге мейірімді ана болғанымен, кейде қаһарлы күшке айналады. Жанартаулар атқылайды, жер сілкінеді, су тасиды. Бұл апаттар адамзатқа үлкен қайғы қасірет әкеледі. Үйлер қирайды, тағдырлар бұзылады. Адам баласы табиғаттың керемет күшімен бетпе-бет келгенде, оның әлсіздігін түсінеді. Бірақ, дәл осы сәттерде адамның рухының мықтылығы көрінеді. Үміт пен қайсарлық адамға күш беріп, өмірге деген құштарлығын оятады. Бұл эсседе біз табиғат апаттарынан аман қалған адамдардың тарихына үңіліп, олардың батырлығы мен ерік жігеріне таңданамыз. Жер қойнауында жасырынған от тыныштықты бұзып, жанартау атқылайды. Күл мен лава аспанға көтеріліп, күнді жабады. Жер сілкініп, үйлер қирайды. Адамдар үрейленіп, аман қалу үшін күреседі. Жанартау атқылауы бұл табиғаттың ең қорқынышты құбылыстарының бірі. Ол кенеттен басталып, қысқа мерзімде үлкен аумақты қиратуы мүмкін. Жанартау лавасының температурасы 1000 градустан асады. Бұл кез келген тіршілік иесі үшін өлімге әкеледі. Жанартау атқылауы кезінде адамдардың аман қалуы өте қиын. Жер сілкінісі, жер қыртысының кенеттен жылжуынан пайда болатын табиғи апат. Жер сілкінісінің күші соншалықты зор, ол қалаларды қиратып, мыңдаған адамның өмірін қиюы мүмкін. Жер сілкінісі кезінде адамдарға үйінді астында қалып қалу қаупі бар. Жер сілкінісі кезінде адамдар ашық алаңға шығып, ағаштардан, электр желілерінен алыс болу керек. Жер сілкінісінен кейін адамдарға алғашқы медициналық көмек көрсетіліп, олар қауіпсіз жерге көшірілуі керек. Су тасқыны бұл өзендердің, көлдердің немесе теңіздердің су деңгейінің көтерілуінен туындаған табиғи апат. Су тасқыны үйлерді, жолдарды, егістік алқаптарын су астында қалдырып, адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді. Су тасқыны кезінде адамдар биік жерлерге көтеріліп, құтқарушылардың келуін күтуі керек. Су тасқынынан кейін ауыз су мен азық-түлік тапшылығы, жұқпалы аурулардың таралу қаупі туады. Үміт сәулесі, аман қалу тарихы. Табиғат апаттары адамзатқа үлкен қайғы қасірет әкелгенімен, олар біздің рухымызды сындыра алмайды. Апаттан аман қалған адамдардың тарихы, бұл үміт пен қайсарлықтың жарқын дәлелі. Олар қиындықтарға мойымай, өмірге деген құштарлығын жоғалтпай, жаңа өмір бастауға күш табады. Олардың ерлігі мен ерік жігері бізге үлгі болады. Біз олардан қиындықтарға төтеп беруді, үмітті жоғалтпауды және ешқашан берілмеуді үйренеміз. 1980 жылы ақштағы Сент-Хеленс жанартауы атқылаған кезде, Гарри Рэндалл есімді фотограф таудың етегіндегі лагерінде болған. Жанартау атқылай бастағанда, Гарри оны суретке түсіруге тырысқан, бірақ көп ұзамай қашуға мәжбүр болған. Ол машинасына отырып, лава ағынынан қашып құтылған. Гарридің тарихы, жанартау атқылауынан аман қалудың сирек кездесетін мысалы. Ол өзінің батылдығы мен шеберлігінің арқасында аман қалды. 2010 жылы Гаитиде болған жойқын жер сілкінісінен кейін 16 жастағы Дарина Этьен 15 күн бойы үйінде астында қалып қойған. Ол аштық пен шөлге шыдап, үмітін үзбеген. Құтқарушылар оны тапқан кезде, ол әлсіреген, бірақ тірі болған. Даринаның тарихы, адамның өмірге деген құштарлығының шексіз екендігінің дәлелі. 2004 жылы Үнді мұхитында болған цунамиден кейін Мохаммед Шафии есімді балықшы 7 күн бойы теңізде ағаш сынығына жабысып жүзіп өткен. Ол акулалардан қорқып, аштық пен шөлге шыдап, аман қалу үшін бар күшін салған. Бір аптадан кейін оны кеме экипажы құтқарып алған. Мохаммедтің тарихы адамның табиғаттың ең қатал сынақтарына төтеп бере алатындығының дәлелі. Табиғат апаттары бұл біздің планетамыздың өмірінің ажырамас бөлігі. Олар біздің өмірімізді өзгертіп, бізге қайғы қасірет әкелуі мүмкін. Бірақ бұл апаттар біздің рухымызды сындыра алмайды. Керісінше, олар біздің ішкі күшімізді оятып, бір-бірімізге деген сүйіспеншілігімізді арттырады. Апаттан кейін адамдар бір-біріне көмектесіп, жаңа өмір бастауға тырысады. Олар үйлерін қайта тұрғызып, қалаларын қалпына келтіреді.